Бәріне сәлем. Біздің ең алғашқы бөліміміз ютубта математиканы қазақ тілінде дамыту. Жалпы өздеріңіз білетіндей, математика ол кез келген студент, оқушы жеңіл алып кететіндей оңай пәндерден емес. Және қазіргі біздің университеттегі математикалық пәндер және басқа университеттегі математикалық пәндер ағылшын тілінде өтеді. Бұл ағылшын тілінен әлсіз, ағылшын тілін білмейтін студенттер үшін өте қиын мәселе. Және біз осыны ескере отыра математиканы қазақ тілінде дамыту деген бір мақсатты ортаға алып келдік. Алдағы уақытта түсіретін сабақтарымыз ол кітап тілінде ғылыми түрде емес, жеңіл оңай түрде түсіндірілетін болады. Оған мысал ретінде бізде сызықтық алгебра деген сабақ бар. Сода апайымыз ағылшын тілінде, орыс тілінде бір subspace деген бір тақырыпты түсіндіре алмай, жеткізе алмай жатты. Және сендерге мен бірінші сыныптың тілімен түсіндіріп қарайын. Бүкіл сандарды бір фруктылар, жемістер деп алыңыздар, және мына теңдікке, мына бір жүйеге бағынатын сандарды алмалар деп алыңыздар деп. Және бүкіл жемістердің арасынан алмаларды теріп аламыз деген кез бізге сол тақырыптың негізгі идеясы, негізгі мақсаты түсінікті болды да. Дәл сол секілді жеңіл оңай тілмен түсіндіру біздің мақсатымыз болып табылады. Бұл бөлімнің түйіні қазақ тілінде жоқ математикалық тақырыптарды қызықты жеңіл тілмен түсіндіріп ютубқа салу. Бұл көптеген студенттердің үлкен бір арманын орындау десем болатын шығар. Білімді брендпен, тәлімді трендпен, сондай жеңіл тілмен түсіндіріп салатын болсақ, бұл қазақ тілдегі математикадағы қазақ тілін дамытуда бір үлкен үлесін қосады деп ойлаймыз. Сіздермен бірге болған Оралбек деп журналист ұқсап кетті.